Алматы болсын, мейлі басқа қала болсын, біз негізі бізбен жұмыс жасап, осындай оқып, үйреніп, істеп, тауар алдырып, зауыттан жұмыс жасап жатқан кісілер Қазақстанның кез келген қалаларынан бар. Сол үшін өте қуаныштамын. Осындай үйде бос отырмай, или өзіңіздің жұмысыңыз бар болса да қосымша табыс тауып, айлық табыстарыңызды өсіріп, жалпы бизнес саласымен айналысып жатқандарыңызға өте қуаныштамын. Себебі сіздер бизнеске кірдің деген сөз, ол сізде міндетті түрде жоқ дегенде бір айда ең аз максимум 300 мың, даже одан да көп, миллион, 5 миллион, 10 миллион табады деген сөз бизнеске кірген адам. Енді бірден кіргеннен кейін бірден тауып кетпеу мүмкін, бірақ та тәжірибе болады, оқиды, үйренеді, көреді, істейді. Сол арқылы ол бизнеске бір басын салып алған адамда міндетті түрде табысы, міндетті түрде өзінің қоғамда орны болады деген сөз. Сол үшін қазір біздің осы тікелей эфирге кіріп отырған кісілердің барлықтары или бизнеске кіріп алған, или бизнеске енді қызығып жүрген, енді бизнес бастағысы келіп жүрген кісілер. Өте қуаныштамын сіздер үшін. Бұл сіздердің бұл қадамдарыңыз өте дұрыс қадам, және де бұл қадамдан ары қарай дамытып, интернетте болсын, жалпы өздеріңізге интернет магазин ашсаңыздар да, тендермен айналыссаңыздар да, өздеріңізге жеке бутик ашып, басқалай жалпы осы бизнеске қатысты салалармен айналысатын болсаңыздар, сіздерде міндетті түрде табыс болады. Бизнес бастағым келеді дейді. Есімдеріңіз, саудамен айналысқым келеді. Мына жерде көріп отырмын, көп кісілер енді саудамен айналысқысы келіп жатқан кісілер екен, иә. Жеке кәсіпкермін дейді, молодец, өте керемет. Жеке кәсіпкермін. Кәсіптерін енді бастағып жатқан кісілер екен. Шымкент қаласынан студентпін дейді, молодец, студент кісілер де бар екен. Мемлекет қызметкермін дейді. Жақсы. Бұл жерде енді бизнесті тек қана қолы бос адам, тек қана үкімет қызметін істемейтін адам істейді деген сөз емес. Бұл жерде үкімет қызметімен айналысатын адамда бизнес жасауына болады. Себебі сіз өзіңіз бір жерге зарплатқа істеп жүрсеңіз, или болмаса сіздің бір кәсібіңіз, или бір жерде үкімет қызметкері болатын болсаңыз, сізде ол үкімет қызметін сіз 24 сағат істемейсіз ғой, дұрыс па? Ұзағанда күніне 8-10 сағат істейсіз деген сөз. Қалған уақытыңызды қайда арнайсыз? Қалған уақытыңызды бір жерге барып, арнайы базарға барып, бизнес жасамасаңыз да, үйіңізде отырып, интернетте соткадан бизнес жасауға әбден болады. Тем более қазір онлайн бизнес өте сұранысқа ие болып жатыр. Мынандай карантинде, кризисте онлайн бизнес өте жақсы сұранысқа ие болып жатыр, және де табысы да кәдімгі живой жасаған, андай базарда жасап жатқан, басқалай жасап жатқан кісілерге қарағанда онлайн бизнестің табысы өте жоғары болып жатыр. Себебі өздеріңіз білесіздер, қазір интернет арқылы адамдардың барлығы енді карантин болғаннан кейін базарлар жабылып жатыр, бүткіл торговый центрлер, киім алатын жер болсын, кәдімгі үйге қолданатын зат алатын жер болсын, кез келген, даже қазір сырттарда кафелердің барлықтары уже онлайн өтіп кетті да, онлайн жеткізіп береді, доставка жасап жатыр деген сияқты. Сол үшін барлық жер жабылып жатқаннан кейін қоғамда адамдар интернет арқылы заказ беріп киім алдыртып жатыр өздеріне, интернет арқылы өздеріне қажетті заттар алдырып жатыр деген сөз. Сол үшін осы орайда сіздер егер бос отырған болсаңыздар, кәсіпсіз жұмыссыз отырған болсаңыздар, онда міндетті түрде заманауи интернет реклама құралдарын, заманауи интернетте табыс табу құралдарын үйрену арқылы табыс табуларыңызға әбден болады. Яғни болашақтағы бизнес уже қазірдің өзінде басталып кетті. Болашақтағы бизнес тек интернетте болады, келіссеңіз. Себебі адамдар қазір жалқауласып жатыр, адам ешкім бір базарға бар, или басқа жаққа шыққысы келмейді. Қоғам дамыған сайын адам барлығын соткада бітіргісі келеді. Қандай жұмыс болса да, ол соткадан бітіре салғысы келеді. Бір нәрсеге заказ бере салса да, бір қызмет керек болса да, тек осы сотка арқылы адамнан басқа жанашырлары или басқа жақыны жанынан бір күн алыс болса болады, бірақ телефоннан сіз бір күн телефон тастап тастасаңыз, даже бір сағаттың өзіне шыдамайсыз, дұрыс па? Осыған келісесіздер ғой, иә? Сол үшін қазір адам тек қана осы телефон арқылы, интернет арқылы өздерінің қажетін, өздерінің проблемаларын шешіп жатыр деген сөз. Сол үшін осы орайда біз интернет бизнесін, интернетте сату, интернетте дамуды тоқтатпауымыз керек. Қазірден бастап кетуіміз керек, иә?
Жақсы, енді қазір тікелей эфирге адамдар шығып жатыр екен. Мен сіздерге өзімді таныстырып өтейін, және де бүгінгі сіздерге беретін ақпарат тақырып жөнінде айта кетейін. Көңіл қойып тыңдап отырыңыздар, тікелей эфирден түспей отырыңыздар. Сабақтың соңында сіздерге тағы да өте көп жақсы сыйлықтарымыз, жақсы жеңілдіктеріміз, жақсы ақпарат, осы интернет арқылы табыс табу жайында өте жақсы ақпараттарымыз бар. Сол үшін ол ақпарат тек қана уақытын, 1 сағат уақытын құр өткізетіндерге емес, миллиондаған табыс әкелетін 1 сағатты пайдаланатын адамдарға арналады. Ендеше жақсы мен өзімді таныстырып өтейін. Есімім Қымбат Бақытбекқызы, Алишоп Қытаймен бизнес компаниясының негізін қалаушы директоры боламын. Қазір мына жерде сіздерге қысқаша жазылған ақпарат көрсете кетейін. Алишоп компаниясы негізі бізде 2017 жылдың соңынан бастап құрылған, және де қазір даму бизнес атты курсымыз бар. Осы курстың жүргізуші жетекшісімін. Қытаймен бизнестегі номер 1 спикер, яғни Қытайдан тауар әкелу, Қытайдан осы жалпы дүние жүзі бойынша 2-3 есе тауар зауыттарының барлық Қытайда екенін білесіздер. Сол тауарды Қытайдан сапалы, сенімді зауыттарға тікелей шығып, сөйлесіп, Қытайдан прямой Қазақстанға тауар жеткізудің мықты үйрететін спикерімін, және өзім тәжірибемде бар. Соңғы 10 айда 60 мыңнан артық шәкірт тәрбиелеп жатырмыз. Бізден оқыған кісілер, жалпы Қазақстанда оқығандар болсын, оқымағандар болсын, 10 мыңнан астам клиенттеріміз бар. Яғни тауар алып, үйдерінде отырып, табыстарын тауып, Инстаграм арқылы интернет магазиндерін ашып, или бутик ашып, тендермен айналысып, табыс тауып жатқан кісілер өте, шәкірттеріміз өте көп. Және де Инстаграм арқылы айына 5 миллионнан артық табыс табамыз. Инфобизнесмен, инфобизнесті өзіңіз білесіздер. Қазір қысқаша сіздерге ақпарат бере кететін боламын инфобизнес туралы, және әлеуметтік желідегі сатудан бірінші практик. Қысқаша маған берілген нелер ғой. Одан кейін жалпы мен өзім Қытай Халық Республикасында, Қытайдың жаңағы үлкен компанияларында, бизнеспен, интернет арқылы дамыған үлкен компанияларында жұмыс жасағам. Яғни 2014-тен бастап универ бітіргем, негізі мамандығым бухгалтер болған, бірақ мен универ бітіргеннен кейін сразу осы бизнеске кіріп кеттім. Яғни Қытайда бизнеспен айналысатын, тауармен айналысатын, интернет арқылы сататын ірі сауда орталықтарында, бутиктерде сатумен айналысқан. Жалпы Қытайдың сату өнері, интернетте реклама жасау, жалпы Қытайдар бизнестерін қалай дамытады, қалай сатып отыр. Өздеріңіз білесіздер, Қытайдың бизнесі жалпы тек қана өздерін деген емес, тек қана Қазақстан емес, дүние жүзінің 99%-ын елейді. Өзіңіз шетелге барып, бір торговый центрлерге, базарларға барып, бір тауар алайын десеңіздер, яғни мысалы бір кісілер Турцияға барады, или болмаса басқа бір шетелге барып, бір тауар алғысы келеді ғой. Шетелге барғаннан кейін, сіз қыдырып барғаннан кейін ол жерден өзіңізге бір киім алғыңыз келеді, қажет затыңыз алғыңыз келеді. Сол үшін сол кезде сіз егер шетелде бір магазиндерге барып, бір тауарды көріп, қызығып алайын деп шығатын жер қайда шыққан екенін көретін болсаңыз, ол жерде Қытайдан шығады деген сөз. Көп бөлім тауарлар, мейлі качествованный тауарлар болсын, мейлі оригинал тауарлар болсын, мейлі сапалы, мейлі арзан болсын, барлығының зауыты, негізгі зауыты Қытайда орналасқан. Не үшін? Себебі Қытайдың жаңағы материал жағынан болсын, шикізаты, одан кейін Қытайдағы бүткіл техникалық аспаптар, аппараттар барлығы Қытайдан өндіріледі. Сол себепті ол жерде Қытайда еңбек күші, ішкі Қытайда еңбек күші өте арзан. Яғни ол жерде мысалға бір адамның өзі жұмыс ақысы кішкене төмен болады ішкі Қытайда. Сол үшін ол жерде еңбек күші аз кетеді, материалға аз шығын кетеді, бүткіл техникалық аспаптардың барлығы сол жерде өндіретін тауарлар. Сол үшін зауыттардың барлығы сол Қытайға орналасқан. Оны барлықтарыңыз білесіздер. Сол үшін біз прямой Қытайдан, заводтан тауар жеткізумен айналысамыз. Және де қазір өте осы интернет бизнесімен айналысатын, интернет саудасымен айналысатын, интернетте бүткіл заттарды сататын кісілердің көбі осы прямой заводтан тауар алғысы келеді. Себебі қазір мейлі барахолкада болсын, мейлі Алматыда болсын, басқа қалада болсын, оптым алам десеңізде тауарлардың бағасы кәдімгідей қымбат. Мысалы, кішкене зат айтатын болсақ, кішкентай сумка мысалға, қыздардың істететін сумкасы, қолданатын сумкасының өзінің бағасы жоқ дегенде Алматыдан оптым бағасының өзін 3,5 мың теңгеден аласыз да, кәдімгі әдемі сумкаларды. Оны біз заводтан, Қытайдан 500 мың, 1,5 теңгемен аламыз оптым бағасын. Сол үшін көп интернетпен бизнес айналысатын кісілердің ең бірінші ерекшелігі бағасы арзан
болу керек. Интернетте тауар сату үшін, интернетте саудамен айналысу үшін сіздің тауарыңыз базардан, жалпы нарықтағы бағадан арзан болу керек. Сол кезде ғана сіздің саудаңыз жақсы жүреді. Иә, оны барлықтарыңыз білесіздер. Сол үшін қазір интернет арқылы бизнес жасаймын, сауда жасаймын дейтін болсаңыздар, сіздерге ең қажетті нәрсе дәнекер ол тауар. Тауар болғанда да прямой заводтан алатын 2-3 есе арзан жаңа хит тауар. Ол осы арзан, өзі жаңа хит тауар менен интернетке реклама жіберіп, интернетте бизнеспен айналысатын болсаңыз, сіздің бизнесіңіз міндетті түрде жүретін болады. Және оны жүргізудің тағы да басқа өте оңай құралдары, ақпараттары бар. Оны біз қазір бөлісетін боламыз. Жалпы мен өзімді таныстырып өттім. Енді біздің Алишоп компаниямызды таныстырып өтейін. Біз негізі Қытай Халық Республикасында бас складымыз бар, яғни Иу қаласында складымыз бар. Ол жерде біз Қытайдың кез келген қаласында заводтар орналасқан ғой. Мысалға, мейлі киім-кешек болсын, мейлі аппараттар болсын, мейлі мебель жасайтын аппараттар, кухняға сететін пластмасс заттар болсын, солардың барлығы Қытайдың кез келген қалаларында болады. Сол кез келген тауарды алу үшін біз Иу қаласында складқа жинаймыз. Иу қаласы складымыз бар, үлкен қоймамыз бар, және сол Иу қаласында біздің серіктестеріміз бар, қазақ кісілер. Яғни ол кісілер біздің жаңағы заводтан келген тауарларымызды түгендеп, скотчтап, дұрыстап Алматыға прямой салып беретін болады. Және де осы Алматы қаласында да бас складымыз бар, және офисіміз бар. Алматы қаласында офисіміз Сайранда, мына Төле би 286, 4-ші түрік, 4-ші этаж, 412-ші кабинетінде, яғни Каусар бизнес центрінде боламыз. Егер Алматыдағы кісілер болатын болса, тікелей біздің офисқа келіп, қажетті тауарлары болсын, қажетті қызметтері болсын, қажетті сұрақтары болса, келіп, сұрап, үйреніп, істеп жасауына әбден болады. Егер басқа қаладағы кісілер болатын болса да, сирес осы WhatsApp арқылы, интернет арқылы бізбен хабарласып, өзіне қажетті бізден ақпарат, өзіне қажетті бізден қызмет алып, бірге дамыса әрине болады. Енді сіздер не істеңіздер, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Бірақ та мен қазір сіздердің сұрақтарыңызға арнайы сабақтан кейін, маңызды ақпараттардан кейін сіздердің сұрақтарыңызға уақыт шығаратын боламын. Біздің сабақтың соңында арнайы сыйлықтар болады, арнайы жақсы сыйлықтар орналастырамыз. Сіздерге қажетті жақсы пайдалы ақпараттар мен пайдалы сыйлықтар беретін боламыз. Ол сыйлықтар тек қана осы тікелей эфирден түспей, мұқияттылықпен тыңдап, өзіне қажетті ақпарат алып отқан кісілерге ғана орналасады. Сол үшін осы тікелей эфирде түспей қарап, сұрақтарыңыз болса қойып, үйреніп отырыңыздар. Ал кеттік ары қарай. Жаңа да айтып өттік, Қытай Халық Республикасында бізде 100-ден астам сенімді заводтар бар, яғни мейлі киім болсын, аяқ киім болсын, басқа заттар болсын, пластмасс заттар болсын, солардан біз зерттеп қойған тауар сапасы жақсы сенімді заводтар бар. Яғни біз курс барысында курстан өткен кісілерге, или болмаса бізден осы тауарларға өзіне қажет тауарларды алатын кісілерге осы заводтарды, сенімді заводтарды ұсынатын боламыз. Айтып өттік, Қазақстанда жалпы бізде 10 мыңнан астам бізбен тауар алып, өзіне қажетті киімдер алып, жұмыс жасап атқан кісілер бар, табыс тауып. Жалпы бізде жаңа мекен-жайды айтып өттік. Мына сұрақты сіздерге жаңа басында қойдым, тағы да қойғым келіп отыр. Қайда тұрасыз, немен айналысасыз? Бүгінгі сабақтан не күтесіз? Бүгінгі сабақтан сіз не алғыңыз келеді? Ол ең маңыздысы, тек қана осы сыйлықтар үшін ғана тікелей эфирде отырмай, бүгінгі сабақтан маған қандай пайда бар екен, не ала аламын мен бұл сабақтан, қымбатқаным не береді деп емес, мен осы қымбатқанымның айтқан білімнен, ақпаратынан өзіме қаншалықты ақпарат ала аламын деп бар назарларыңызды қойып отырсаңыздар, иншалла сіздер жақсы ақпарат, пайдалы ақпарат алып, ары қарай жұмыс жасайтын боласыздар. Және де карантин болып атқан білесіздер, енді қазір тағы да созылып жатыр. Карантин кімнің жұмысына әсер етті? Осы сұраққа жауап бере отырсаңыздар, мен сіздердің жауаптарыңыз барысында, жауаптарыңыз бойынша мен сіздерге қандай ақпарат керек екенін білемін, сол арқылы сіздерге сол ақпарат беретін боламын. Сол үшін сіздер қазір осы сұрақтарға жауап берсеңіздер. Карантин кімнің жұмысына әсер етті? Әрине, барлық кісілердің жұмысына әсер етті, оны білесіздер. Кім қарыз кредиттен құтылып, айына миллион, жоқ дегенде 1,5 миллион табыс тапқысы келеді?
доставка туралы білгім келеді дейді. Сұрақтарыңызды қой беріңіздер, ол сұрақтарыңыздың жауабын мен міндетті түрде осы маңызды ақпараттардан кейін беретін боламын. Осыған жауап бере кетсеңіздер, жақсы, ары қарай мен жауап берейін. Бұл карантин деген нәрсе, карантин, кризис, вирус деген нәрселер тек белгілі бір адамдарға ғана емес, дүние жүзі бойынша барлық адамдарға табысына, денсаулығына, барлық экономикалық жағдайына әсер етті. Оны барлықтарыңыз білесіздер, Себебі қазірна карантинда уже бірдеңе істейін, бір жерге жасайын, хотя бір жерге барып зарплатқа жұмыс істейін, или болмаса бірдеңе аша қояйын десеңіздер, любой нәрсеге, даже киім сататын кісілер болсын, продукт сататын кісілер болсын, или басқа заттар өздерінің бизнестерін ашып атқан, кез келген бизнес, тек қана бизнес емес, жалпы адамдардың барлықтарына әсер етті. Даже балаңыздың өзі мектебіне барып, дұрыс оқи алмай, дұрыс білім ала алмай, 1 жылдық оқуынан, яғни не қалып отыр. Енді онлайн оқиды дейді, онлайнда интернет дұрыс болмайды ғой, сол үшін оларда дұрыс оқып атқан жоқ. Сол үшін ол тек қана үлкен адамнан кішкентай оқушылар шейін барлығымызға әсер етіп жатыр. Сол үшін осы карантинда әсер етті бізге де әсер етті. Мысалға, біз онлайн бизнестеміз ғой, бірақ та бізге де әсер етті. Бірақ біз осы карантинде шығар жол іздедік та, қалай осы карантиннан біз жақсы табыс тауып, карантинда өзімізге қажетті табысты табамыз, қалай істесек болады деп біз шығар жол іздедік та, осы марттан бастап. Сонымен біз таптық, іздену арқылы таптық. Не істедік? Яғни карантин деп бәрін сылтауратып отырмай, адам өзінен бастау керек екен. Яғни сіз карантинда, мысалға, көп адамдар қазір былай ойлайды да, карантинда адамдар тек қана продукт алады, тек қана дәрі-дәрмек алады, басқа ештеңе керек емес адамдарға деп ойлады да, бүткіл бизнес орталықтары болсын, басқа адамдар болсын, осы саудамен айналысатын адамдардың барлықтары не істеді? Жауып тастады жұмыстарын. Интернетте де дамытқан жоқ, Өйткені олардың ойында мәселе, адамдар қазір киім де алмайды, карантин болып жатыр, адамдарда ақша жоқ, халықта ақша жоқ, продукт алады, қарындар тойса болды, ауырмаса болды деп ойлап жатыр. Бірақ бұл ой мүлдем қате. Себебі қазір сондай көп жерлердің жабылуына байланысты, көп бизнестің тоқтауына байланысты адамдардың барлығы осы идеяменен, сізде бар идеяменен бизнес жасайтын, сауда жасайтын адамдардың идеясы бірдей. Олар да солай ойлады, не істеді? Жауып тастады, интернетке де шығарған жоқ, реклама берген жоқ. Яғни нарық бос жатыр. Мейлі киім сататын зат болсын, мейлі кухняға сететін заттар болсын, мейлі бизнеске қатысты барлық нарықтағы бизнесмендер не істеді? Жауып тастады, рекламада шығарған жоқ, яғни бір күйзелісте жүр. Осы орайда сіз не істейсіз? Нарық бос жатыр да, любой товар өтеді, не салсаңыз да өтеді. Өйткені нарықта соны сататын адам жоқ, қажетсінетін адам бар, бірақ сататын адам жоқ. Жаңағыдей ойбай халық тек қана продукт жейді, болды, дәрі ішеді, ауырмайды, болды, жүре береді деген сөз өтірік. Наоборот, қазір адамдар бәрін қажет етеді. Өйткені адам өмір сүргеннен кейін, адамның өмір сүруіне қажетті заттар барлығы қажет оларға. Карантинда адам іштен істемейді деген сөз өтірік емес қой, киеді, ішеді, жейді, басқалай тағы басқа өздерінің қажетіне қолданатын заттарды керек деген сөз. Сол үшін қазір нарық бос жатыр. Яғни реклама, бизнес бәрі тоқтады. Осы орайда сіз не істейсіз? Интернет арқылы белгілі бір өзіңізге қажетті саланы талдап аласыз, тауар саласын талдап аласыз да, Инстаграм болсын, әлеуметтік желілер болсын, саласыз, реклама саласыз. Рекламаға салатын тауарыңызды сіз прямой заводтан 2-3 есе арзан бағамен салатын болсаңыз, көп маржа қоса аласыз, және де конкуренттеріңіз аз болады. И ары қарай уже сіз осы карантин уақытының өзінде көп пайда табыс таба аласыз деген сөз. Бірінші, сіз адамдардың қажетін қанағаттандырдыңыз, проблемасын шештіңіз. Өйткені қазір көп кісілер мысалға бірдеңе алайын десе, базар жауылып қалған, бірдеңе істейін десе, тым бәрі ештеңе таба алмайды. Осы орайда сіз оның қажетін қанағаттандырып, оған қажетті затты тауып, қажетін қанағаттандырасыз, проблемасын шешесіз, и плюс өзіңіз табыс табасыз деген сөз. Осы орайда неге біз қолданбасқа, осы мүмкіндікті біз неге қолданбасқа? Карантин болып кетті, карантин қашан аяқтайды, карантин болып кетті, андай мындай деп сылтауды өзіміздің бизнес бастауға, табыс табуымызға кедергі қылмай, қазірден бастап осы бос жатқан нарықты ұстап, халықтың қажетіне қажетті заттарды біз тауып беріп,
интернет арқылы сауда жасап, бизнес жасап, табыс табуымызға әбден болады. Ал біз қазір солай жасап жатырмыз. Сіз неге жасамасқа? Адам жасағанды адам жасайды, дұрыс па? Инстаграмды ашуды білесіз ғой, дұрыс па? Білмесеңіз үйретеміз біз. Инстаграмға өзіңіздің халыққа қажет тауар салуды, халықтың қажетін анықтауды, яғни мысалға сіз мен айта кетейін қысқаша, мысалға ол кім не алатын біз қайдан білеміз деп отырмай, алдымен не істейсіз? Бір 5 тауар саласын талдап аласыз. Егер сізге сол тауар саласы керек болатын болса, бізде қолымызда бар тауар, яғни жоқ мен Қытайдан күтпеймін десеңіз, онда бізде Алматыда складымызда хит новый шыққан тауарлардың каталогы, яғни тауарлар қолымызда наличный бар. Егер сіз осы нарыққа осы тауарларды шығарып сатам десеңіз, бізде каталог бар. Сол каталогқа кіріп, өзіңізге қажетті 5 түрлі қызығатын тауар саласын талдап аласыз. Сол 5 түрлі тауар саласын тескілейсіз да, бүткіл интернетке таныстарыңызға жібересіз рекламасы, дайын сценасы, дайын фотосы тұр бізде, жасақ қойған дирек. Соны аласыз да саласыз, бытырлатып саласыз, бақылайсыз, қайсын кім көп сұрайды, кім қайсыған қажет, кімге не қажет, соны бақылайсыз да, соның ішінде ең көп сұраныс болған, ең заказ көп түскен тауар саласымен айналысасыз, жасайсыз, реклама жасайсыз, ары қарай интернетте өзіңізге сол тауар саласында интернет магазин ашсаңыз да болады, или интернет арқылы сатып, табыс тауып, ары қарай дәлше жұмыс жасасаңыз болады. Егер сіз осыны мен интернет арқылы сата алмаймын, интернет сатуды білмеймін, бизнес жасаған жоқпын, қалай салуды да білмеймін, даже сотка шұқылауды да білмеймін десеңіз, міне біз үйретеміз. Яғни Инстаграмға қалай реклама шығару, Инстаграмға қалай шығарып сату, оны Қытайдан, заводтан қалай білу керек бағасын, оны Қытайға, заводқа заказ беріп қалай алдыру керек. Біз қытайша білмейміз ғой. Мен сауда істеп көрген жоқпын, ертең ол істеген сауданан табыс таба алмай қалсам қайтем, уақытымды құртып алсам қайтем, салған ақшамды шығарып алмай қалсам қайтем деген сияқты сұрақтардың барлығының жауабын біз дайындап қойғанбыз. Яғни сіз соны бірге бір қолданып, бірге бір істетіп, қолданып, үйреніп, табыс тапсаңыз болды. Жақсы, енді мен сіздерге бағадан бері айтып жатырмын, заводтан тауар әкелу, заводтан бағалар арзан, сумка заводтан 1000 теңге тұрады деп айтып жатырмын. Сол айтқан сөздерімнің дәлелі ретінде мен сіздерге Қытайдың заводын көрсеткім келіп отыр. Ал кеттік ары қарай. 1688 деген Қытайдың ішкі нарқындағы заводтар тіркелген сайттары бар. Сол сайттармен танысамыз. Бізбен бірге болыңыз, тікелей эфирде отырыңыздар. Сабақ соңында арнайы сіздерге уақыт бөлгендеріңіз үшін жақсы сыйлықтар беремін, күтіңіздер. Мінекей қараңыздар, мен сіздерге 1688 деген Қытайдың ішкі заводтар тіркелген сайтты қазір ашайын. Googleға ноутбуктен іздесеңіздер де болады, или соткамен іздесеңіздер де болады. Мінекей қараңыздар, 1688.com дейді. Мінекей қараңыздар. Осыны басасыздар, басқаннан кейін мінекей шығады, интернетте мынандай болып шығады. Осының біріншісін басасыздар. Басқанан кейін сіздер Қытайдың 21 миллион заводтар тіркелген 1688 сайтына өтесіздер. Ол жерде бағаларды қазір көрсетеміз. Масқара, ол жерде бағалары жалпы Қазақстан емес, дүние жүзі бойынша бағалары өте арзан. Яғни ол жерден сіз қазір үйіңізде отырып заказ беріп тауар алдыра аласыздар. Қазір интернет ақырын болып жатыр, мен сіздерге сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Интернет ашқанша мен сіздерге 1 минут уақыттарыңызды да бос өткізбей жауап беретін боламын. Мінекей ашылды, қараңыздар. 1688 деген Қытайдың сайты осы. Бұл сайтта 21 миллион завод орналасқан. Бұл сайттағы бағалар өте арзан. Қазір енді тауар іздейміз, қараңыздар. Бұл жерде тек қана бір тауар емес, бір киім ғана емес, любой зат сатады бұл жерде. Не іздейсіз? Түйме дейден түйе дейінгі заттардың барлығы осы сайтта орналасқан. Және бұл сайт оптым заводтар, яғни тауардың шығатын жері осы жерде. Енді қараңыздар, сіздерге қажет тауарларды қазір тікелей эфирге жазсаңыздар болады. Енді мен сіздерге сайтпен танысып шықсаңыз, онда тікелей эфирден түспей отырыңыздар, тағы да ақпараттар бар жақсы.
қазір курс жайына толық ақпарат беретін боламын. Енді сіздерге қажет тауарлар айтыңыздар, мен сіздерге сразу жаңа мен сумка деп қалдым ғой, жарайды, мен қазір сумканы іздейін. Бұл жерде негізі міндетті түрде осы сайтқа қытайша жазу керексіздер. Егер де сіздер орысша, ағылшынша жазатын болсаңыздар, сіздердің тауарларыңызды әрине болады. Сіздердің тауарларыңызды қытайша ғана жазсаңыздар іздеп береді. Көп кісілер айтады, ойбай мен қытайша білмеймін ғой, не істеймін деген сияқты. Оның өте жақсы қолайластырып қойған нелері бар. Яғни сіз қазақша да орысша да жазып іздей алатын боласыздар. Оның курс барысында үйретеміз. Мен сіздерге енді қазір уақыт кетірмеу үшін сразу қытайша жазып көрсете берейін. Жаңа мен сіздерге сумка деп айттым. Қыздардың сумкасы. Қазір мен сумканы іздеп көрсетейін. Жаңа айтып өттім. 1000 теңге, 1500 теңге тұрады деп. Соны қазір сіздерге дәлел ретінде көрсете кетейін. Тибау қыздардың қолға ұстайтын сумкасы деп іздедім. Мінекей мына жерге іздеуді басасыздар. Мына жерге міндетті түрде қытайша жазу керек. Қытайша қалай жазу керек, оны мен курс барысында арнайы бір аптаның ішінде үйретем. Ал қазір мен сіздерге сразу қытайша жаза салайын. Орысша жазасыздар, сосын кейін оны қытайшаға аударып барып іздейсіздер. Міндетті түрде қытайша жазу керексіздер. Жақсы, қазір интернет ақырын болуына байланысты тауар іздеп тауып болғанша мен сіздерге не жазайын, сұрақтарыңызға жауап бере берейін. Сайт көп заттар бар ма? Әрине, сайтта деген жетеді 21 миллион завод, 21 миллион түрлі тауар шығарады. Сіздің курсыңыз қанша дейді? Мен курс туралы осы сабақтың соңында ақпарат беретін болам. Яғни бүгін өте жақсы 50% жеңілдік бар. Ол жеңілдікке тек қана осы тікелей эфирде түспей отырған кісілерге ұсынатын боламыз. 1688 сайтымен орыс тілінде қолданса боламы? Әрине болады, орыс тілінде қолдануыңызға болады. Тек қана қытайша емес, орыс тілінде, қазақ тілінде, ағылшын тілінде, жалпы дүние жүзіндегі мемлекеттің тілінде қолдануға болады. Оны мен курс барысында үйретемін. Қазір оның бәрін үйретіп боламаймын сіздерге. Бір апталық сабақ о деген. Даже 15 күндік сабақ болған, біз қысқартып, сіздерге ең маңызды жерлерін алып, бір аптаға орналастырдық. Қараңыздар, мен сумка деп іздедім. Мынандай сумкалар шықты. Бұл сумкалар мынау бір завод, мынау бір завод, мынау бір завод, мынау жеке-жеке бөлек-бөлек заводтар. Бұлардың бәрі бір завод емес, бөлек-бөлек завод. Мысалға, мына жерде тұр. Мына завод, мысалға, Гуанчжоу қаласында орналасқан болса, Иу, Пекин, тағы басқа Шэньчжэнь дейміз ба? Барлық жерде жеке-жеке қалаларда біз осының ішінде өзімізге қажетті жақсы модель талдаймыз. Сіздер бір талдап көріңіздерші, қайсысын сіздерге көрсетейін, қайсы бағасын көрсетейін. Негізі бізге негізінен оптом сататын кісілерге ең арзан тауар керек. Ең арзан болғанда сол ең арзан тауардың ең сапалысы керек. Себебі сіздің клиентіңіз жоғалтпау үшін сіз ол клиентіңізге ұялмайтындай сататын тауарды сатасыз әрине. Енді қараңыздар, мен сіздерге бір өте жақсы сумканы есептеп көрсетейін. Бұл жерде арзан да бар, сапалысы да бар, сапасы да бар. Оны біз курс барысында алданып қалмай, сапалы заводтарға шығып, заказ беруді үйретеміз. Яғни бұл жерде фотосына қарап ажырату өте қиын. Оның өзінің 5 құпиясы бар, қалай ажырату керек екен сапалы тауарды. Соны біз курс барысында түсіндіреміз. Мен сіздерге сол 5 құпияның бір құпиясын дәл қазір ашып өтейін. Осы уақыттарыңызды қиып отырғандарыңыз үшін. Қараңыздар, мына сумка новый шыққан екен. Яғни қазір фотосы шығады. Енді айып етпеңіздер, кішкене интернет қатып жатыр, бірақ мен сіздерге уақыттарыңызды алмаймын. 1 минут уақыттарыңыз болса да басқа ақпараттар бере отырамын. Неке мынандай сумкалар шығыпты. Қазір мейлі базарға барсаңыз да, мейлі ары бері, мысалға мұғалім қыздар болсын, көп қазір адамдардың бәрі көп зат алып жүреді. Телефонның өзі дәу деген сияқты, кошелек бар, тағы басқа ұсақ-түйек заттар бар. Солардың бәрін салуға қолайлы мынандай ұзын сумкалар шығыпты. Новый хит екен. Енді бұның бағасын көрсетейік. Қараңыздар, мен бағана сіздерге 1000 теңге, 1500 теңге деп айттым ғой. Бұл сумканың бағасы небәрі 10 юан 90 тиын екен. Қазір есептейміз. 10 юан 90 тиын қанша болады? 10 юан 90 тиын. Мына жерде 3 баға шығып тұр. Даже сіз 1003-тен жоғары алсаңыз 8 юан 80 тиыннан береді. 5003-тен жоғары алсаңыз 6 юан 80 тиыннан береді. Өте арзан, қараңыздар. Енді біз жарайды 10 юан 90 тиын ең қымбат бағасымен есептедік. Бұған дастапқы қосамыз.
көбейтілген 13-тік алдық деп есептейік. 13-тік алсақ бізде оптым болады, оптым есептеледі. 13-тік алсақ оған қосамыз доставка 15 юан, көбейтеміз 65-ті, бөлеміз 13-тікке. Сонда бұл тауардың, яғни бұл сумканың бағасы небәрі 806 теңге болады екен, қараңыздар, иә. Мынандай сумкалардың бағасы небәрі 806 теңге болады екен. Бұл ішкі завод складқа дейінгі доставкасын қосқандағы бағасы. Қараңыздар, иә. Бұл сияқты кез келген тауарларды сіздер заводтан прямой осы Алматыда жоқ дегенде 1500-2000-3000 теңгеден сатылатын тауарларды сіздер прямой заводтан небәрі 800 теңге, яғни 2-3 есе арзан бағамен ала аласыздар. Енді қараңыздар, бұл заводта тек қана бұл тауар сатылмайды, бұл сумка сатылмайды. Бұның көп деген түрлі сумкалар бар. Оны іздеу үшін сіздер мына Гуңен шампинг дегенді басасыздар. Бір бассаңыздар, союды шампинг деген шығады. Барлық тауарлар каталог деген сөз, осын басасыздар. Соменен біз бұл заводтың басқа сумкаларына өтейік. Яғни кошелек бар екен, мынандай қыздардың затын сақ қоятын заттар бар екен. В общем, хит новый заттардың барлығы осы заводта екен. Енді сіз осы заводтағы осы хит тауарларды осы арзан бағамен алу үшін қалай заказ беруді үйренесіздер. Мен сіздерге жаңа заводтың тауардың сапасын зерттеудің бір құпиясын айтам дедім, ұмытып баратыр екем, қазір айтайын. Яғни сіздер бұл заводтың, қазір мына завод емес па, бұл заводтың тауарының сапасы сапалы екенінің бір құпиясы сіздер жылына қарайсыздар. Яғни сатылым жылына қарайсыздар. Мысалға, бұл заводтың жұмыс жасағанына қанша жыл болған, мына жерден көре аласыздар. Яғни 1 жыл болды, иә. 1 жыл болған заводтар негізі жаңадан құрылып жатқан заводтардың тауарларының сапасы кішкене нашарлау, қызметі нашарлау болады. Себебі олар енді ғана құрылып жатқаннан кейін, олар кішкене көп пайда тапқысы, тез пайда тапқысы келеді. Сонымен олар тауарының материалдарын өте арзан қолданады. Және де кішкене жүйесіз болғаннан кейін, енді жасап жатқаннан кейін олар тауарды уақытында салмайды, или болмаса качествосы дұрыс болмайды, или қызметі дұрыс болмайды деген сөз. Сол үшін біз не істейміз? Сол үшін біз сенімді заводтар іздейміз. Яғни біз 3 жылдан жоғары болған заводтармен жұмыс жасаймыз. Яғни жылы мына жерде инеен деп тұр, бұл 1 жыл болған деген сөз. 3 жылдан жоғары болған заводпен жұмыс жасаймыз. Яғни біз бұл заводпен жұмыс жасамаймыз. Енді не істейсіздер? Сіздер мынаның фотосын скачет етіп аласыздар да, фотомен іздейсіздер. Қазір мынаның фотосын скачет етіп алып сіздерге, бірақ уақыт құртқым келіп отырған жоқ. Сіздерге жай ауызша айта салайын. Осы заводтың осы фотоны сақтап аласыздар, или көрсете салайыншы, мен бәрібір сіздерге фотомен іздеуді көрсетуім керек қой. Иә. Мынаның фотосын қалай скачет етеміз? Яғни мынаны басамыз, мына фотоның белгісін басамыз. Мына жерде негізі курста жақсылап көрсетеміз. Қазір просто сіздерге бір-бір көрсетіп өтейін, иә. Мінекей мына жерде open деген бар, осын басасыздар. Сохранить как деген басасыздар, рабочий стилге сақтайсыздар. Сосын кейін 1688-дің бірінші бас бекетін ашып, фотомен іздеу деген камераның белгісін бір басасыздар. Жаңағы сумканы бір басасыздар. Сосын кейін ары қарай іздейсіздер. Кеттік міне. Сол сумканың басқа сенімді заводын іздейміз. Мына заводқа 5 жыл болған екен, мына заводқа 6 жыл болған екен. Молодец, бізге осы 6 жыл болған завод керек қой. 3 жылдан жоғары болу керек завод, сенімді болу үшін. Түсіндіңіздер ма? Қараңыздар, мына заводтағы сумкалар, яғни жаңағы сумкалармен бірдей. Фотомен іздеуді көріп өттіңіздер. Қазір 2-3 ақпарат кетті уже сіздерге, пайдалы ақпараттар. Мінекей 7 юан екен бағасы, иә. Жаңағыден де арзан екен даже. Еще заводтың жылы өте жоғары. Енді не істейсіздер, есептейсіздер. 7 юан көбейтеміз 13-тікті, қосамыз 15 юан доставка, көбейтеміз 65-ті, бөлеміз 13-тікке. Сонда бір сумканың бағасы 552 юан болып тұр. Не бәрі 552 юан. Еще 6 жыл болған. Болды, енді осыдан артық жақсы завод жоқ сіздерге. Бұл тек қана бір құпиясы. Тек қана біз бұл жылына қарап қалмаймыз. Кейбір жыл ұзақ болған заводтарда арқарай клиенттері көбейгеннен кейін сапасыздандырып жіберетін жағдай болады, пайдаға көз тігіп. Сол үшін арқарай дәлші тағы да 4 құпиясын білу арқылы сіз өзіңізге қажетті тауардың сапалы, качествосы өте керемет, сенімді түрде заказ беріп алдыра аласыздар. Ол үшін сіздер осы 1688 сайтынан 5-ке білу керексіздер. Яғни кез келген тауарды атын жазып, фотосын іздеп, есептеп, сенімсіз ба
сапалы ма сапасыз ба, ол Қытай алдап кетпей ма, ертең ақшаны салмай қоймай ма деген сияқты сұрақтарыңыздың жауабын біздің бір апталық онлайн даму курсымыздан алатын боласыздар. Енді мен сіздерге 1688-де осы тауар іздеуді зерттеулер жайында қысқаша ақпарат бере кеттім. Бұл сайтта тек қана 1688 сумка ғана емес, любой зат бар. Бұл жерден сіз любой заттың атын жазып, фотосымен іздеп таба аласыздар. Яғни оның жаңағы 4 құпиясы арқылы сіздер өздеріңізге қажет тауардың сапалырағын, жақсысын тауып аласыздар. Енді бұл 1688-бен жұмыс жасауды дәлше біз не барысында, курс барысында үйрететін боламыз. Тағы да беретін сіздерге ақпаратым бар. Сол ақпараттарға өттік. Қытайдың жаңағы ішкі сайты, зауыты деген осы сайт. Осы сайтты сіздерге 100% басынан аяғына дейін құйып береміз курс барысында. Енді сіздерге осы сайт арқылы біздің онлайн Қытаймен бизнес даму курсымыздан өтіп 5 миллион табысқа жеткен кісінің нақты живой мысалын көрсете кетейін сіздерге. Қараңыздар, кварц лампалар қазір өте сұранысқа ие болып жатыр. Себебі бұл лампа мейлі үйге болсын, мейлі мектепке болсын, мейлі кәсіпорындарға, докторханаларға болсын, бұл өте жақсы қазіргі вирусты өлтіретін лампа. Яғни осыны үйге тоққа қосып қоясыздар, үйдегі мынандай мейлі қандай вирус болсын өлтіріп тазалап тұрады, Қараңыздар, аптасына 2 рет қосасыздар, бір қосқанда 30 минуттай қосасыздар. Бұл қазір тендерде Қазақстанда 20 мың, 25 мың, 35 мың деп сатылып жатыр. Ең арзаны 15 мыңнан сатылып жатыр. Сондықтан қазір бізде осы даму курсынан өтіп, осы тендерге қатысқан есімі Қарағанды қаласынан Сәкен мырза бар, сосын кейін тағы басқа Орал қаласынан тағы Қазбек деген кісілер бар. Көп кісілер осы лампыны тендерге қатысып, тендерді ұтып, табыс тауып жатыр. Көрсете кетейін, бұның зауыттағы бағасы 75 юан деп тұр. 75 юанды көбейтеміз 503-тікке. 75 юан көбейтеміз 503-тікке. Ол кісі тендерді ұтқан. Яғни бұл Қазақстандағы тендерде берген бағасы 15 мың теңге ең арзан бағасы менен. Тендерге басқа кісілер Ресейден алдырған, басқа барахолкадан алдырған деген сияқты, шетелден алдырған деген сияқты. Ал біздің курсымыздан өткен кісі прямой заводтан алдырған. Ол кісі прямой заводта 75 юаннан 503-тік тендерді ұтты. Плюс тастап 200 юан, 65 микке юанды айналдыруға көбейтті. Сонда ол кісі небәрі 2 миллион 450 мыңға 503-тік тауарды Қытайдан заводтан алдырды. Сонда бір лампының бағасы 4900 теңге болды. 500 теңге дастап кісіменен небәрі 5400 теңге болды. Ал Қазақстандағы тендерге берген баға 15 мың теңге. Басқалар 20 мың, 25 мың деп қатысып атты тендерге. Бірақ та ол кісі ұтты. Ең алғаш шыға қалған кезде бағасы осылай қымбат болды, Бірақ қазір енді түсіп кетті, бірақ та ол кісінің тендерден тапқан пайдасын көрсетейін сіздерге. 15 мың теңгеменен ол кісі ұтты, ең арзаны болды. Сонымен ол кісінің заводтан төлейтін 5400 теңгесін төледі заводқа. Сонда ол кісіге қалатын пайдасы 9500 теңге пайда қалды. Сонымен ол кісі 503-тіктен 9500 теңгеден 4 миллион 799 мың 500 теңге, яғни 5 миллион теңгеге жақын пайда тапты. Қараңыздар, тек қана бұндайлар нәрселер емес, қазір мына кризис болып жатқан кезде мейлі жаңағыдей дәрі-дәрмектердің сыртқы бутылкаларына, дәрі-дәрмектерге, маскаларға, кез келген осындай тендерге қатысып, сіздер тендер арқылы табыстарыңызды көтерсеңіздер болады. Яғни бір жолда маған көп ақша керек десеңіздер, онда қорықпай тендермен айналысып, Қытайдан сол тендерге қажетті тауарларды қалай табасыздар, қалай заказ бересіздер, Қытаймен сөйлесіп, бағасын түсіріп, ең минималный бағасымен алып, сіздер тендер ұтып, жоқ дегенде бір тендердің өзінен 5 миллион, жоқ деген жарайды 5 миллион таппай қойыңызшы, миллион табыңыз, болды ғой, уже бір тендерден миллион тапсаңыз, арқарай сіз тағы да дәлше тендерге қатысу арқылы дәлше бір айда 1-2 тендер ұтып қойсаңыз да, ол сізге жеткілікті деп ойлаймын. Егер одан көп табыс тапқыңыз келсе, онда көп энергия шығарыңыз, көп үйреніңіз, көп істеңіз, көп табыс табыңыздар. Бұл біздің нақты живой мысал. Тағы да бізде жаңағы 1688 сайтынан
киім-кешектерге заказ беріп, сумкаға заказ беріп, табыс тауып жатқан кісілер өте көп. Енді сіздерге айта кетейін. Бұл Қытайдан зауыттан тауар алып, осындай бизнеспен айналысып, тендермен айналысып, бутик ашып, или интернет магазин ашуға сіздерге ешқандай көп қаржы керек емес. Өздеріңіз білесіздер, кез келген кәсіпті дамыту үшін қанша уақыт керек, мысалға сіздер мейлі кафе ашыңыздар, мейлі басқа мебель жасайтын цех ашыңыздар, мейлі басқа бизнес ашыңыздар, кішкентай бір столовый ашсаңыздар да сізге жоқ дегенде бір 1 миллион, 2 миллион теңге керек болады. Себебі ол жерге сіз стол орындық аласыз, повар алып сетесіздер, официант алып сетесіздер, еще бүткіл ыдыс-аяқтар аласыздар, соның өзіне деген 1 миллион, 2 миллион теңге кетіп қалады. Қарасаң ештеңе жоқ сияқты, бірақ та оған көп ақша кетеді. Ал енді сіз Қытаймен бизнес жасау үшін, интернет магазин ашу үшін, үйде отырып табыс табуға қажетті тауарлар алдыру үшін сізге ешқандай көп қаржы керек емес. Себебі сіздер жаңа 1688 сайтынан көрдіңіздер, бір сумканың бағасының өзі 500 теңге, 800 теңге тұрды. Енді любой адамда бір 10 сумка алдыратын болса, 800 теңге емес 8000 теңге шығады ғой, любой адамнан, дұрыс па? 8000 теңгемен бастап кетулеріңізге болады ең аз дегенде. Жарайды, 8000 теңге жоқ болса, 500 теңгелік сумканы алып, 5000 теңгемен бастап кетуіңізге болады. 500 теңгелік сумканы әкеліп сіз 1000 теңгеге сатсаңыз, кім алмайды? Кім алмайды? Ол сумкалар деген базарда 3000 теңге, жоқ деген ең арзан деген 2500 теңге, даже кейбір жер басқа Ақтау, Атырауларда 5000 теңгеден сатып жатыр. Сіз Ақтау, Атырауға апарып 2500 теңгеден 5000 теңгенің 50% арзан бағамен сатсаңыз, кім алмайды ол тауарды, дұрыс па? Сол үшін сіздер интернет арқылы осындай новый хит тауарларды, жаңағы вирусқа қатысты тауарларды әкеліп сататын болсаңыз интернет арқылы. Одан кейін қазір үйде отқан кісілер, мысалға әйел кісілер тауарларды көп аламыз, мысалға пластмасс заттар, кухняға қолданатын заттар аламыз. Одан кейін киім-кешектер, бала шағаның киім-кешектерінің бәрін әйел адамдар алады ғой, дұрыс па? Әйел адамдар ақшасын шығара алмайды енді, бірақ та талдайды, іздейді, интернеттен іздейді деген сияқты. Сол үшін сіздер киім сатсаңыздар да болады. Детский киім әсіресе адамдар өздері кимесе де ішпесе де алдымен баласына алып береді. Сол үшін сіздер детский киіммен айналысуларыңызға да әбден болады. Енді 1688 сайтынан детский киімнің неше түрі бар? 4 түрі бар. Осы жақта мысалға детский триколдарды 1000 теңгеден сатып алса, Қытайдан сіздер 500 теңгеге, 300 теңгеге ала аласыздар деген сөз. Оны әкеліп осы жақта 1000 теңгеден, 900 теңгеден сатсаңыздар, бір киімнің өзіне сізге 500 теңге қалатын болса, 500 теңге минималды ең аз пайдасын айтып жатырмын ғой. 103-тік сататын болсаңыздар, сіздер 50.000 теңге пайда табасыздар. Енді сіз ол бір ғана киім сатпайсыз ғой, 4 түрін сатасыз деген сөз. 4 түрінен бір түрінің өзінен 50.000 теңге пайда алатын болса, 5 түрінен 250.000 теңге пайда қалады сізге. Сол үшін сіздер осындай ұсақ-түйек заттан бастайсыздар, ары қарай дәлші табыс тауып ақшаңыз көбейгеннен кейін крупный заттарға өтесіздер. Ол крупный заттарда сіздерге маржаны көп қосасыздар. Мысалға жаңағы 5000 теңгелік кварц лампаның сіздер 15000 теңгеден 5000 теңгеден әкеп, жарайды 15000 теңгеден сатпай қойыңыздар, 10000 теңгеден сататын болсаңыздар, сіздерге біреуінің өзінен 4500 теңге пайда қалады. 4500 теңге пайдадан сіздер 103-тік сататын болсаңыздар, 450.000 теңге пайда қалады. Қазір сіздерде ондай 5000 теңгеден алатын ақшаларың жоқ болса, жарайды, онда менші заттардан бастаңыздар. Сумка сатыңыздар, кухняға қолданатын ұсақ-түйек заттар сатыңыздар. Мысалға бізде қазір көп заттар бар. Косарана кухняға қолданатын заттарды әкеп берші, мына кісілерге көрсетіп етейін. Бағасын, сайттағы бағасын көрсетейін, және де біздің қолымызда тұрған нақты тауарды жебой түрін көрсететін боламыз сіздерге. Өйткені кухняға қолданатын заттар әдетте адамдар тамақ ішуге, басқа заттардың бәріне қолданады. Сол үшін бұл кухняға қолданатын мынандай блендерлер. Қазір мына жаздың уақытында осындай блендерлер өте жақсы өтеді. Себебі жаз уақытында адамдар шөлдейді. Шөлдеген кезде базардан, магазиннен сок алады. Ол соктордың бәрі химический да, ішсең тағы шөлдеп, тағы ішкің келіп тұрады, ешқандай шөлің қалмайды. Сол үшін қазір адамдардың мына вирус болып жатқан кезде иммунитетін көтеру үшін анандай жаңағыдай табиғи заттарды, табиғи қоректіктерді алып жатыр, яғни кәдімгі жемістің өзін мынаған салып, мынаны тоққа қосасыздар, қоссаңыздар, мынадан табиғи сок шығады. Шөлді қандырады, зиянсыз, адамға иммунитет болады. Осындай заттарды алып сатсаңыздар болады, даже өзіңізге де керек бұл зат. Бұл заттың қазіргі біздің қолымызда сатылып жатқан бағасы 2850 теңге. 2850 теңгемен сатып жатырмыз, бірақ та бұның зауыттағы бағасы небәрі
жарым ұзап кеткенде 2000 теңге. Қараңыздар. Біз оған жоқ дегенде 1000 теңге қосып сатып жатырмыз. Ал бізден елдер соны сол бағамен алып, үстіне қосып 3500 теңге, 5000 теңге, 4000 теңге деп сатып жатыр. Үстіне 2-де 3000 теңге қойып сатып жатыр, е. Сол үшін сіз мына бір тауардың өзінен 2-де 3000 теңге пайда көретін болсаңыз, бір жаз өтеді, мен сіздерге айтайын. Бір жаз өтеді, күзге дейін өтеді. Білесіздер ғой, күн ыстық, күзге дейін ыстық болады. Мынау өте жақсы өтеді. Осындай заттар алып сатсаңыздар болады, е. Бұл зауытта өте арзан. Сонымен қазір үйде Қазақстанда не көп, бір ананың өзінде 4-5 бала бар, ең азы 3 бала. Балалар қазір көбінде кішкентай балалардың өзі сотқа қарайды, е. Адамдар қазір карантинде үйдері ішіп отыр, көбі кино көреді деген сияқты, интернеттен өздеріне қажетті ақпараттар көреді. Сол үшін ол қазір мына интернет сотка адам көп қараған сайын адамның көзіне, барлық жеріне әсер етеді да. Сол үшін қазір бізде сол әсерден адамның көзіне зиян болмау үшін, энергиясын тартып алмау үшін мынандай 3D экран деген қытайлардың зерттеп жасаған өте жақсы экраны бар. Бұл үлкейтіп көрсетеді. Яғни сіз мына жерге соткаңызды қойып қоясыз, қазір соткаңды берші кім? Соткаңызды қойып қоясыз, сосын кейін мейлі кішкентай балалар болсын, осы жерде жаңағы нені кино көрсін, мейлі басқалай заттар, мультфильмдер или болмаса кино үйде отырып көретін кісілерге бұл сотка өте қолайлы. Қазір үлкейтіп көрсетеді. Бұл мына экран адамға сотканың жаңағы несін әсерін тартып қалады. Яғни кішкентай балаларыңыз сотка көре беретін болса, не істейсіздер? Осыны алып бересіздер деген сөз, е. Оны бір адаммен алып бермейді, қараңыздар. Мынаны алыстатып алыс көрсеңіздер, вообще одан жақсы көрінеді. Қараңғыда вообще күшті көрінеді, қараңыздар, е. Мынандай кішкентай сотка, мынандай дәу болып 3D экран болып көрініп тұр, көрдіңіздер ма? Дәу болып көрсетеді. Яғни бұл үйде отырып кино көруге, адамға көзіне зиянсыз болуына арналған. Бұл деген қазір 3 жыл болды мен сатқаныма. Бұл мүлдем ешқандай нарықта сұранысқа өте ие. Бұл тоқтап көрген жоқ осы. Сезонда өтпейді, любой уақытта сатасыздар. Қазір мына терезе жуған кезде сыртын жуа алмайсыздар, терезенің сыртын қолдарыңыз жетпейді, сол үшін мынандай жақсы заттар бар. Яғни магнит, бір жақ терезе қойып қойсыздар, бір жағын сыртқа қойып қойсыздар. Мына жағын, бер жағын жусаңыздар, ар жағы автоматически бірге магнитпен жуып тазаланып отыратын мынандай заттарымыз бар. Тағы басқа заттар өте көп, мынандай заттар бар деген сияқты. В общем, заттардың түрі өте көп. Еще хит. Қараңыздар, мынаның өзі хит, е. 3D экранның өзі хит. Мына 3D экранның бағасы зауытта небәрі 1300 теңге. Ал бұны біз сатып отырмыз 1600 теңгеге. Оптың бағасының өзін бірге 1000 теңге, 2000 теңге артық қосып отырмыз да. Бізден алғандар даже бұны 5000-ға, 3500-ға сатып отыр. Енді сіз бұны зауыттан өзіңіз алдырып 1300, 1400, 1500 теңгеге алдырып, бірге бір қосып 3000 теңгеге сататын болсаңыз, біреуінің өзін 1500 теңгеден қалады. Арқарай сіз оны оптым сатасыз ба, розын сатасыз ба, кәдімгідей сізге өзіндік пайдасын беретін болады. Яғни бұл тез өтетін хит тауарлар. Бұдан да түрі өте көп. Егер осындай хит тауарлардың біздің қолымызда наличный бар, Қытайға заказ беріп алсаңыздар да болады. Осындай хит тауарлардың каталогы керек болатын болса, сатып табыстапқыңыз келсе, онда осы сабақтан кейін мен сіздерге қазір тікелей эфирде телефон нөмір қалдырып қоямын. Сол нөмерге WhatsApp-қа шығып, сіздер каталогты алыңыздар, дайын рекламасы бар, реклама жасап әуре болмайсыздар, фотоға түсіріп әуре болмайсыздар, біз бәрін дайындап қойғанбыз, соны алып, сатып, істеп, табыс тапсаңыздар әбден болады. Инстаграмға шығарасыздар, қалай шығаруды білмеймін, қалай істеуді білмеймін десеңіздер, пожалуйста, біз курста үйретеміз. Жақсы, осындай заттарды сіздер прямой зауыттан өз бағасымен алып, сатып істесеңіздер әбден болады. Енді мен сіздерге бағанан бері даму курс деп айтып жатырмын. Енді қазір білем, сіздердің көптеріңіз бизнеспен айналысып көрмегенсіздер, сатуды білмейсіздер, реклама жасауды білмейсіздер. Қазір бизнестің өзекті нәрсесі біріншісі сіздерге тауар керек та, зауыттан. Прямой зауыттан жаңағыдай тауарларды ең минималный бағамен алу керексіздер, я. Соны қалай заказ беріп аласыздар? Сенімді, сапалы, арзан тауарларды қалай заказ беруді бірінші очеред осы даму курсында үйрететін боламыз. Сіздерге 100%. Екіншіден үйрететініміз сатылым әкелетін реклама. Яғни қазір өздеріңіз білесіздер, мейлі Инстаграмға қарасаңда, мейлі блогерлерге қарасаңда, бәрінің айтатыны реклама береді. Тауардың рекламасын жібереді. Қазір видео реклама өте үлкен сұранысқа ие.
Сол үшін сіз интернетте, инстаграмда блогерлердің, басқа бизнес жасайтын адамдардың тауарының рекламасын көріп, уақытыңызды құртып, көзіңізді құртып отырғанша, сол рекламаны жасауды өзіңіз үйреніп алыңыз да, инстаграмға, әлеуметтік WhatsAppқа, телеграмға, ютубқа салып ақша табыңыз, пожалуйста. Сол үшін осы рекламаны сіз жай мынаны видеоға түсіріп жібере салсаңыз, ол өтпейді. Бұл жерде маркетинг деген бар, лид магнит деген бар. Яғни адамның қызығушылығын оятып, сатылым әкелетін реклама жасау түрін, біз заманауи реклама жасау түрін үйрететін боламыз. Яғни сіз бұл жерден клиент қызықтырып, клиент алғысы келетін реклама жасау түрін біздің онлайн даму курсымыздан үйренетін боласыздар. Яғни біз сіздерге тек қана Қытайдан тауар алуды ғана емес, плюс сол алған тауарыңызды қалай реклама жасап, жалпы Қазақстан нарқына сатуды үйретеміз. Тек қана өзіңіздің қалаңызда емес, бүткіл Қазақстанның кез келген қаласына интернет арқылы үйде отырып сатуды үйретеміз. Яғни бірінші сіз реклама жасайсыздар, видео реклама біз үйреткен бойынша, сосын кейін оны сіздерге рекламаларыңыз арқылы келген клиенттер сіздерге звондайды или WhatsApp-тарыңызға шығады. Сіз ол кезде дұрыстап сөйлеспесеңіз, ол сізге клиент сразу әшейін картаңызға ақша салып ала қоймайды ол тауарды. Ол үшін сіз кішкене сату өнерін білу керексіздер. Сату деген нәрсе бір өте үлкен өнер. Егер сіздің қолыңызда тауар тұрып, сіз сатуды білмесеңіз, Қытайдан қанша 100 теңгеге тауар алдырсаңыз, сізге ешқандай пайдасы жоқ. Бірінші жарай тауар алдырып алдыңыз, енді сіз оны сатпасаңыз, сізге ол өзіндік табысын бермесе, ешқандай пайдасы жоқ. Құрып қалады үйіңізде. Бекер біреуге бере саласыз подаркеге. Сол үшін сіз бірінші алған тауарыңызды сата білу керексіздер. Сата білу деген өте үлкен, сату деген өнер. Сату дегеніміз басқа адамдардың, халықтың бірінші қажетінен шығу, екіншісі проблемасын шешу. Яғни қазір жазда адамдар шөлдеп жатыр, натуральный сок ішкісі келеді. Сіз не істедіңіз? Сол натуральный сок жасайтын зат бердіңіз. Олар уже үйінде отырып, сол жемістерді осыған салу арқылы натуральный сокты үйінде отырып сатып алмай-ақ өздері жасап алды. Бұл проблемасын шешіп тұрсыз, дұрыс па? Бұның өзі сату. Сол үшін сіздер осы реклама жасау, сату, клиентпен сөйлесу, яғни клиент алмай қоймайтын сату өнерін үйрететін боламыз. Яғни мен өзім Қытай Халық Республикасында қытайлар қалай сөйлеседі, қытайлар клиенттерге қалай сатады. Яғни қытайлардың қызметі өте керемет. Олар бір тауардың бағасын айтып қойып отырмайды. Мысалға, осы жақта білесіздер ме? Базарға барсаңыздар, торговый центрлерге киім алғайын деп барсаңыздар да, барып бағасын сұрайсыз, тек қана бағасын айтып береді ғой сізге. Мынау қанша десе 5000 теңге, мынау қанша десе 10000 теңге деп, былай спокойно отырады ғой орындықтарында, бір бастықтың несі сияқты, Олар қызмет жасамайды, сол үшін олардың бизнестері жүрмейді. Мейлі базарда жұмыс жасап жатқандар, мейлі торговый центрлерде қымбат жерге ақшасы бар болып, бутиктарына тауар толтырып алғандар қазір сата алмай отыр. Тауарлары басылып жатыр. Тауарлар не үшін? Өйткені олар клиенттің қызығушылығын оятып, клиентке қызмет өтемейді. Сұрайды, бағасын айтады, болды, отырады. Ол өтпейтін нәрсе. Онымен сіз ешқандай бір табыс таба алмайсыз. Сол үшін тек қана оған бір қажет болып тұрған, қатты қажет болып тұрған адамдар алмаса, былай алмайды ешкім. Сол үшін сіз клиентті бірінші реклама жасап қызықтыра білу керексіз. Екінші, сіздің рекламаңызға қызыққан клиентке жақсы сөйлесіп сата білу керексіздер. Яғни мынау деген сіздің мынандай нәрсеңізді шешеді, мынау деген керемет деп, мынаның сіз полный қызметін, соған беретін пайдасын білдіріп, көзіне айтып көрсету керексіз. Яғни оны сіз реклама арқылы бір көрсетесіз и сізге хабарласқан адамға сөйлесесіздер. Яғни біз қытайлар қалай қызмет өтейді, қалай сатады, мен осы Қытай компаниясында жұмыс жасап, үйреніп, істеп, тәжірибе жүзінде көріп, қазір Қазақстанға да келіп, мінекей уже қазір осы бизнес саласында, сату саласына жүргеніме 2014 жылдан бастап 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 7 жыл уақыт болды. Мен осы 7 жыл уақыттағы клиенттерме жасаған жұмысыма, сату өнерімді осы даму бизнес курсында сіздерге полный үйрететін боламын. Яғни сіздер менің осы құртқан 7 жыл уақытымды 7 күнде үйреніп, сіздер мен 7 жыл бойы мейлі адастым, чатастым, қате істедім, сол арқылы мен тәжірибе жинадым. Қазір мен уже тәжірибелі маман болып елдерге үйретіп жатырмын. Енді сіз осы 7 жыл уақыт құртпайсыз, тек қана осы 7 күн уақытыңызды құртасыз да, 7 жылдық білімді алып, 7 жылдық тәжірибені аласыз да, жасайсыз, болды. Ешқандай 7 жыл уақытыңыз құртпай, 7 күн ішінде үйреніп, арқырай менің деңгейіме жетіп, істеп кетулеріңізге әбден болады.
Жақсы, біз енді біріншісі осы жаңағы Қытайдан тауар алып үйрететін болдық. Қалай реклама жасайтын, заманауи реклама құралдарын үйрететін болдық. Инстаграмда таргет рекламасын үйретеміз. Таргет рекламасы дегеніміз, біз осы реклама арқылы берген адам жинадық. Енді сіздер оны қалай реклама жасап жинауды мен курс барысында біздің істегенімізді бірге үйрететін боламын. Яғни сіздер білесіздер ма, инстаграмды аша қалған кезде реклама деп шығып тұрады ғой, андай прям бір күшті компаниялардың адамды қызықтыратын тауарлардың рекламасын көресіздер ғой. Мынандай тауарды таргетке салады, елдер 10 мыңнан сатады ұялмай. Бізден 3 мың 2,5 мың теңгені алады да, сосын 10 мыңнан сатады. Сол сияқты рекламаны сіздер жасап сата аласыздар. Ол таргетинг рекламасы. Инстаграм арқылы жасауға да болады, фейсбук арқылы жасауға да болады, ноутбукпенен, соткамен де жасауға болады. Біз сол жасауға болатын сатылым әкелетін рекламаны сіздерге осы даму курсында үйрететін боламыз. Жалпы сосын кейін тағы инстаграм арқылы интернет магазин ашу. Яғни инстаграмда фото, видеоны қалай салу керек, тауарларды қалай реклама жасау керек, сценаларын қалай жазу керек, қалай сату керек. Жалпы интернет арқылы сату, интернет арқылы бизнес жасау, инстаграм арқылы интернет магазин ашып, WhatsApp-тан түрлі әлеуметтік желілерде Қытайдан алдырған арзан тауарды или біздің қолымызда тұрған новый тауарларды сіз реклама жасап инстаграм арқылы сатуды біз курста үйрететін боламыз. Тағы да ары қарай дәлше біз осы курс барысына курсқа қатысқан кісілерге тағы да көптеген сұрақтарына жауап береміз. Көптеген осы жұмысты, осы бизнес жасау барысында ұшыраған нелерге, жаңағы сұрақтарына, мысалға мен шығарып жатырмын, клиент болмай жатыр ғой, не істесем болады, мен мынаны қалай жасайым, мен сотка білмеймін, мен сотка шұқылауды білмеймін деген кісілердің барлығына қажетті сұрақтарына біз үйретіп қажеттерін қанағаттандыратын боламыз. Сол үшін сіздер бізбен бірге, дамумен бірге болыңыздар, дамыңыздар, карантинда үйде бос отырмай табыс табыңыздар, бизнестеріңізді дәл қазірден бастап кетіңіздер. Жақсы, біз осы бизнесте қажетті, үйде отырып табыс табуға қажетті осы 5 түрлі заманауи реклама құралдарын, заманауи бизнес құралдарын үйрететін боламыз. Сіз осы тек қана Қытаймен бизнесте емес, заманауи осы 5 құралды үйрену арқылы сіз біздің үйреткенімізді бір аптаның ішінде істеп, жасап, табыс табуыңызға әбден болады. Біздің осы инстаграм парақшасында отзывтар деген жерді көрсеңіз болады. Егер менің сөзіме сенбесеңіз, отзывтар деген жерде тендерге қатысып, или болмаса бизнес үйлерінде отырып, мынандай тауарлар сатып, мен тауарды қымбаттан алдым деп тұрған нақты жибой отзывтар бар. Отзывтар деген жерге өтіп, осы сабақтан кейін көрсеңіздер болады. Біз арқылы жұмыс жасап, табыс тауып, курстан өтіп, өздеріне қажетті ақпараттар алып, бизнестерін бастап табыс тауып отқан кісілердің отзывтары, нақты жибой отзывтары бар. Сол отзывтарды көріп, көздеріңізді жеткізсеңіздер болады. Жалпы енді сіздердің сұрақтарыңызға өтеміз, сосын кейін мен ары қарай осы сіздерге қажетті сабақты, сіздерге қажетті сыйлықтар беретін боламын. Рахмет, көзім ашылды, енді заводтан тауар ала алсақ дейді. Әрине, заводтан тауар аласыздар, оған мен гарантия берем. Яғни бізде алып жатыр адамдар. Курс қанша дейді. Қазір мен сіздерге курс сұрап атқанда кісілер өте көп екен. Курстың бағасын мен қазір тікелей эфирде көрсете кетейін. Яғни қазір уақытын құртып осы ақпараттарға көріп отқан кісілерге мен негізгі біздің курстың бағасы, негізгі курсымыздың бағасы 50 мың теңге болған қазір. Яғни біздің курстың бағасы адамдардың сұранысына байланысты, адамдар көп болған сайын біздің уже курсымыз негізгі бағасы бұрын қымбат болған, қазір карантинге 50 мың теңгеге түсірді. Курстың бағасы 50 мың теңге негізгі бағасы. Бірақ та біз бүгін осы марафонға қатысып, уақытын құртып отқан кісілерге тек осы бүгін 24 сағат ішінде тіркеліп үлгерген кісілерге 25 мың теңге 50% жеңілдікпен 25 мың теңгеге оқытатын боламыз.
25 мың теңгеге оқытатын боламыз. Яғни үйде отырып бизнес жасауға, табыс табуға қатысты даму бір апталық курсын 24 сағат ішінде тіркеліп үлгерсеңіздер, тек қана осы тікелей эфирде отырған 30 адамға мен 50% жеңілдікпен 25 мың теңгеге беретін болам. Ары қарай, егерде дәл қазір бізге осы сабақтан кейін, или болмаса дәл қазір төлем жасаған кісілерге мен 50 мың теңге емес, 25 мың теңге емес, алдыңғы 5 адамға жарайды болды. Көп адам 30 тұр ғой, мен 10 адам айтайын. Алдыңғы 10 адамға 19.900 теңгеге беретін боламын. Яғни бұл орындар саны шектеулі. Ол үшін сіз қазір сразу төлем жасап үлгерсеңіз, небәрі 19.900 теңгеге біздің 50 мың теңгелік бір апталық онлайн курсымызды алатын боласыздар. Сол үшін алдыңғы 10 адамға осы жеңілдік беретін боламын. Егер жалпы осы бизнес құралдарын үйренемін, бизнес бастаймын, заводтан тауар аламын, үйде отырып Инстаграм арқылы тауар сатамын, ақша табамын дейтін болсаңыздар, тура қазір төлем жасап үлгерсеңіздер болады. Тек қана алдыңғы 10 адамға беретін болам. Сіздер төлем жасау үшін мына нөмер мен сіздерге қазір тікелей эфирге жіберіп қойдым. Осы нөмерге төлесеңіздер болады. 8747 490 7883. Бұл біздің компаниямыздың епі тіркелген телефон нөмері. Осы нөмерге салсаңыздар, сіздер осы алдыңғы 10 адамға берілетін 19.900 теңгелік жеңілдікпен оқи аласыздар. Тек қана алдыңғы 10 адамға. Сол үшін үлгеріңіздер. Егерде жақсы, мен сіздерге курстың бағасы туралы толық ақпарат бере кеттім. Егер төлем жасайтын карта дейді. Қазір мен сіздерге 8747 490 7883 нөмерін айттым. Егер сіз телефон нөмері арқылы төлем жасай алмайтын болсаңыз, карта керек болатын болса, мен сіздерге қазір картаны жіберейін. Қазір мен сіздерге сұрақтарыңызға жауап бере берейін. Негізі телефон арқылы төлем жасауға болады. Осы телефон нөмері арқылы жасай берсеңіздер болады. Каспи Голд арқылы төлейсіздер. Енді мен сіздерге қазір біздің компанияның Каспи Голд нөмері керек болса, Каспи Голд нөмерін жіберейін. Молодец. Қазір мінекей Мирас деген біздің тендерменен алысатын кісі. Тура жаңағы неде Байсатта үлкен бүткіл дүние жүзі бойынша жұмыс жасайтын кісі, біздің нөмір 1 қазіргі VIP клиентіміз. Сол кісінің әйелі оқып жатыр, уже қазір төлем жасады. Жақсы. Онлайн болады, офлайнда болады. Егер сіз Алматыда болсаңыз, офлайн офисқа кеп, бетпе-бет менімен кездесіп, бірге-бір үйренсеңіздер болады. Егер сіз басқа қалада болсаңыздар, онда сіздер онлайн түрде оқи аласыздар. Қазір уже көп адамдар тіркеліп жатыр. Қымбат емес. Сіз осы курсқа салған ақшаңызды, сіз осы курстан үйренген 5 құпия құрал арқылы, 5 заманауи табыс табуға қолданатын құралдарды қолдану арқылы сіз оны 2 еселеп, 3 еселеп, даже 10 еселеп, бір ары қарай бизнесіңізді дамытатын болсаңыз, айына даже 5 миллион, 10 миллион табыс таба аласыздар. Как минимум миллион теңге табатын боласыздар. Яғни ол табысты бізден жұмыс жасаған адамдар тауып отыр. Мен сіздерге жаңа жибой түрде нақты отзывтар көрсеттім. Егер көзіңіз жетпей болса, осы Инстаграмның астында тұрған нөмерге, Инстаграмда хит тауар деген бар, одан кейін жаңағы отзывтар бар. Сол отзывтарды көріп, көз жеткізсеңіздер болады. 10 штүкте ала аласыз. Сіз осы курстан өтсеңіз, заводтан 1 штүк тауар алуыңызға да болады. 500 теңгеге заказ тауар беріп, заказ алуыңызға да болады. Яғни ол жерде ешқандай онлайн курс дәл қазір алдыңғы 10 адамға 19.900 теңге. 19.900 теңге. Алдыңғы хабарласқан 10 адамға ғана сондай теңге. Қазір адамдардың барлығы қатысып жатыр, төлем жасап жатыр. Енді уже 10 адамның орны толып кетуі мүмкін. Егер сіз 10 адамнан қалып қалатын болсаңыз, онда 24 сағат ішінде 50 мың теңгелік курсты 50% жеңілдікпен небәрі 25 мың теңгеге ала аласыздар. Сол үшін сіздерге 25 мың теңгеден көрі 19.900 теңгелік ең төмен минималный баға оқып алғандарыңыз мынандай карантин уақытында сіздерге пайдалы деп ойлаймын. Жақсы, курсқа төлем жасайтын кісілер төлем жасай берсеңіздер болады, бірақ адамдар саны уже
қазір мысалы адамдардың бәрі төлем жасап жатыр. Мен курстың несі, жаңағы телефон несі осы соткамда ғой, адамдар төлем былай түсіп жатыр. Адамдар саны шектеулі, үлгеріңіздер. Жақсы еместерге жаңағы сыйлықтарды берейін, одан кейін сұрақтарыңызға жауап бере кетейін. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады, мен сіздерге сұрақтарыңызға дәл қазір жауап бере алатын боламын. Минимал сумма қаншаға заказ дейді. Біздің курстан өткен кісілерге біз минималный деген сумма қоспаймыз. Егер курстан өтпей заказ беретін болсаңыз, минималный сумма 30 000 теңге. Егер курс өтсеңіз 500 теңгемен 1000 теңге, 10 000 теңге заказ бере бересіздер. Курстан өткен кісілерге бір тауар алса да оптым бағамен береміз. Курстан өткен кісілерге бір тауар алса да оптым бағамен беретін боламыз. Рефизит дейді, WhatsApp-қа. Егер сіздер Каспий Голд керек болса, WhatsApp-қа жазсаңыздар да болады, мен WhatsApp-тан жіберем. Қазір мен тікелей эфирде телефон нөмір қойып қойдым, 8747 490 7883 нөміріне Каспий Голдпен аударуларыңызға болады. Көп рахмет дейді. Рахмет, өзінің минимал сумма қанша заказ дейді. Жаңа айтып өттім, минимал сумма. Курс оққандарға минимал сумма деген нәрсе жоқ. Бір штук алсаңыз да оптым бағамен болады. Даму курсы қанша дейді. Жаңа мен даму курсын айтып өттім. Алдыңғы 10 адамға дәл қазір төлем жасағанда 19 900 теңге болады. Курстың негізгі бағасы 50 000 теңге. 24 сағат ішінде төлем жасап үлгергендерге 25 000 теңге. Дәл қазір төлем жасап үлгергендерге 19 900 теңге болады. Түсіндіңіздер ма? Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Қазір тікелей эфирге түспей отырсыңыздар, мен сіздерге беретін сыйлықты беретін болам. Қалай заводқа заказ береміз? Курс барысында заводқа қалай заказ беру керек екенін мен сіздерге үйрететін боламын. Курс барысында 100% үйретеміз. 1688 сайтына Қазақстан нөмірімен тіркеле аламыз ба? 1688 сайтына Қазақстан нөмірімен тіркеле аласыздар. Оны біз курс барысында тіркеп береміз. Уайымдамаңыздар. Біздің осы сіздердің алдарыңызда 20 шақырым оқыған кісілер тіркеліп алды уже. Қазір заказ беріп жатыр. Қытайдан тауар алдырып жатыр. Курс барысында 1688 сайтына тіркеп береміз. Уайымдамаңыздар. Соткам қызып кетті дейді. Сізге тағы 1 сағат жетпей, көп сөйлейді екенсіз дейді. Әрине, енді көп сөйлесем де сіздерге көп ақпарат беріп жатырмын, пайдалы ақпарат беріп жатырмын деп ойлаймын. Енді қандай сұрақтар бар? Мен ойлаған сұрақтарыма жауап алдым. Ойлаған сұрақтарыма жауап алдым. Енді міндетті түрде курсқа қатысамын дейді. Молодец. Армандап жүрген армандарым орындалатын болды. Молодец. Әрине, бұйыртса орындалады. Ол үшін сіз дамуға келіңіздер. Карта оплата дейді. Жаңа мен карта оплатасын беріп кеттім. Жаңа сіздерге қазір мен мына жерден көрсетейінші. Егер оплата жасап үлгере алмай жатқан кісілерге Каспий Голд бізде мына нөмерге төлем жасап үлгерсеңіздер болады. Бізде қазір уже қанша адам жазылып болды? 7 адам жазылып болды. Соңғы 3 орын бар. Үлгеріңіздер. Соңғы 3 орынға Қытайша ма дейді. Заказ бергенде Қытайша ма қалай сөйлесеміз? Заказ бергенде қазақша қалай сөйлесуді үйретеміз курстан. Яғни сіздер қазақшада сөйлесе аласыздар, уайымдамаңыздар. Курс барысында үйретеміз. Қазақшаны қалай қытайшаға аудару, Қытайға қалай сөйлесу, дайын сөздерді береміз, Қытаймен сөйлесетін. Соны курс барысында үйреніп, Қытаймен сөйлесіп тауар алуларыңызға болады. Сізден курс оқысам, керемет бизнес лед сеніп отырмын дейді. Сізден курс оқысам, керемет бизнес лед болатыма сеніп отырмын. Әрине сеніңіз, мен 100% сіздерге гарантия бере аламын. Курсқа қатысу үшін төмендегі телефон нөмерге дәл қазір соңғы 3 орын қалды. Осы 3 орынға үлгерем десеңіздер, төмендегі Каспий Голдқа төлем жасап тіркеліңіздер. Алдыңғы қатысқан 10 адамға небәрі 19 900 теңгелік бағамен беріп отырмын. Қазір 3 орын қалды, соңғы 3 орын. Соңғы 3 орынға жазылу үшін төмендегі Каспий Голдқа төлем жасап үлгеріңіздер. 19 900 теңге. Курстың негізгі бағасы 50 000 теңге. 24 сағат ішінде тек қана осы тікелей эфирге қатысқан кісілерге небәрі 25 000 теңге болады. Егер дәл қазір 10 адамның ішіне кірсеңіз, 19 900 теңге болады.
19.900 теңгеге үлгеру үшін небәрі 3 орын қалды. Үлгеру үшін сіздер төменде 8-747-490-7883 нөмеріне Каспий Голд арқылы төлем жасап үлгере аласыздар. Заказ неше күнде келеді? Заказ 2 аптада келеді. Минимальный өте кешікті дегенде 20 күнде келеді. Ал негізі максимум 2 аптада келеді. Курс оқымай заказ беруіңізге әбден болады, бірақ та өз жерде біз қызметімізге пайыз аламыз. Доставкасы де қымбатырақ болады, курс оқымай заказ берсеңіз. Курс оқып заказ берсеңіз, доставка арзан болады, тауардың бағасы заводтың бағасымен болады. И сосын оны қалай сатуды, қалай реклама жасауды, қалай таргет рекламасы жасау, яғни үйде отырып қалай табыс табуды сіздер курс барысында үйренетін боласыздар. Негізі сұрақтарыңызға 5000 теңге қандай заттар алса болады. 5000 теңгеге сіздер мен бағанағы айтқан кварц лампа алып сатсаңыздар, 5000 теңгеге алып 15000 теңгеге сатып 10000 теңге пайда көрсеңіздер болады. Каталогты любой адамға берем. Қазір каталог алғыңыз келсе, төмендегі телефон нөмерге WhatsApp-қа шығыңыздар, мен сіздерге каталог жіберем. 8-747-490-7883-ке шықсаңыздар, мен біздің қолымызда бар хит тауарлардың каталогын беретін болам. Және де сіздерге қазір айтайын, 8-747-490-7883 нөмеріне WhatsApp-қа шыққан кісілерге мен біздің бүгінгі сыйлықты беретін боламын. Қазір негізі сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп үлгердім деп ойлаймын. Курстың бағасы, негізгі бағасы 50.000 теңге, бірақ та қазір бізге осы тікелей эфирге қатысқан кісілерге 50% жеңілдікпен 24 сағат ішінде төлеп болса 25000 теңгеге беремін. Егер дәл қазір соңғы 3 орынға үлгерген кісілерге небәрі 19900 теңгеге беретін боламын. Сол үшін үлгеріңіздер. Жаңа бір адам төлем жасап болды, уже 2 орын қалды. Соңғы 2 орын 19900 теңгеге үлгеріңіздер. Каталог тегін ба? Каталог тегін бүгінгі сыйлықтың ішінде кіреді. Каталогты алғыңыз келсе 8-747-490-7883 нөмеріне WhatsApp-қа шығыңыздар. Не болмаса сіздерде WhatsApp бар ғой, жаңағы біздің сіздер не арқылы кірген, таргет арқылы кірген WhatsApp-қа жазсаңыздар да болады. Біздің хабарласу WhatsApp-ымызға шықсаңыздар, біз сіздерге каталог жібереміз. Жарайды. Соңғы 2 орынға үлгеріңіздер, төлем жасап, егер үлгермеген кісілер тағы одан кейінгі недерге қалсаңыздар болады. Или қазір біз осы тікелей эфирден кейін хабарлассаңыздар да болады звондап. Енді мен сіздерге беретін сыйлығымды айта кетейін. Қазір біздің WhatsApp-қа шығып 50% жеңілдік алам деген кісілерге мен жіберетін боламын. 50% 24 сағат ішінде төлем жасап болсаңыздар болады. Соңғы 2 орынға үлгерем деген кісілер WhatsApp-қа шықсаңыздар болады. Қазір 8-747-490-7883 нөмерге шықсаңыздар, мен осыны беретін боламын. Тағы да сіздерге беретін бонусым, яғни 1688 сайтын 1688 сайтын, Қытайдардың заводтар тіркелген 1688 сайтын сіздерге соткаға түсіруге болады. Соткаға қалай скачать етесіздер, қондырасыздар. Мен сіздерге тегін соны қондырудың видео сабақтарын жіберетін боламын. Тегін сабақ. Сол сабақты алам десеңіздер 8-747-490-7883 нөмеріне, не болмаса сіздердің өздеріңізде біздің менеджерлердің нөмерлеріне сіздерде бар WhatsApp, сол WhatsApp-қа шығып сұрасаңыздар, мен сіздерге осы 1688 сайтын тегін соткаларыңызға қондырып беретін сабағын жіберетін боламын. Сосын кейін біздің қолымызда бар, нарықта өте жақсы табыс табуға болатын хит тауарлардың каталогын жіберетін боламыз. Хит тауарлардың каталогын жібереміз, яғни сатылмай қоймайтын тауарлардың каталогын жібереміз. 1688 сайтының тегін қондыруға болатын сабағын жібереміз. Плюс біз осы курсқа дәл қазір қатысқан, дәл қазір төлем жасаған кісілерге тағы да менің жеке тренингім бар, яғни жеке консультация, яғни өз бизнесін нөлден бастап қалай жүйелеу керек, қалай дамыту керек, қалай Инстаграмға интернет магазин ашу керек, яғни менің өзім жеке консультациям бар, яғни сол адамның ішкі несіне кіріп, ішкі бизнесіне кіріп, жүйелеп,
жасап беретін боламын. Сол жеке тренингімді дәл қазір төлем жасап курсқа қатысқан кісілерге алдыңғы 10 адамға тегін беретін боламын. Сол үшін сіздер қазір егер осы менің жеке консультацияма, жеке осы бизнес курсыма тегін жазылам десеңіздер, онда қазіргі даму курсына төлем жасап қатысып үлгерсеңіздер болады. Жалпы сіздерге беретін сыйлықтар осылар. Жалпы сіздерге 4 сыйлық беретін болдық. Біздің осы WhatsApp нөмерге шығып хабарласқан кісілерге бірінші 1688 сайтын телефонына тегін түсіретін, тегін қондырып беретін, тегін сабақ жібереміз. Біріншіден, екіншіден сатылмай қоймайтын, табыс әкелетін хит тауарлардың қолымызда бар, мына тауарлардың каталогын жіберетін боламыз. Ол жерде тауарлардың түрі 300-ден астам, өте көп. Соның каталогын жіберетін боламыз. Сосын кейін тағда жаңағы осы алдыңғы төлем жасап үлгерген 10 адамға, осы курсқа төлем жасап үлгерген 10 адамға менің жеке тренингім бар, яғни жеке сабағым бар. Тек қана мен ол жерде бетпе-бет адамдармен прямой өтіп, прямой үйрететін болам. Яғни қалай өзінің бизнесін саласын тауып берем, ол қалай сала, ол кісіге қандай сала керек, яғни ол кісі қандай саламен айналысса дұрыс, соның барлығын ол кісі адамның психологиясымен жұмыс жасаймыз. Яғни көп кісілер үйде отырып қалған, баламен отырған кісілер бар, ол кісілер өздеріне сенімсіздігі кетіп қалғанда. Өйткені адам баламен айналысып, үйдің шаруасымен айналысқаннан кейін адам бірінші нервтен кетеді, екінші адам өзіне сенімнен кетеді. Сенімнен кеткеннен кейін адам бірдеңе жасайын десе қорқып тұрады, тартыншақтап тұрады да. Оның психологиясымен айналысып, адамға сенім беріп, мотивация беріп, адамның бірінші психологиясын жеңеміз. Екінші, сол адамға сала талдап береміз. Яғни ол кісі қандай саламен айналысу керек, қандай тауар саласымен айналысу керек, оған сала талдап береміз. Сала талдауына көмектесемін жеке сабағымда. Одан кейін жаңағы саласы арқылы оны қалай интернетке қалай шығару керек, өзіне жеке бизнес аккаунт ашып, сол бизнес парақшасына подписчик жинауды, инстаграмға подписчик қалай жинау керек, инстаграмда жеке брендті қалай қалыптастыру керек, бренд жасауды, тағы басқа общем нөлден қалай бизнес бастауды үйрететін менің жеке өзімнің курсым бар. Сол курсымды қазір даму курсына 19.900 теңгелік курс алдыңғы 10 адамға беретін курсқа тіркеліп келгендерге тегін беретін боламын. Осы жалпы сіздерге осы 4 түрлі сыйлықты беретін боламын. Осы 4 сыйлықты алу үшін сіздер қазір осы 8747-497-8083 нөмеріне, или болмаса біздің жаңағы немізге менеджерлер нөмерлеріне шықсаңыздар, сыйлық аламын, или курсқа қатысамын деп шықсаңыздар, сіздерге осы сыйлықтардың барлығын тегін жіберіп беретін боламыз. Ал кеттік енді тегін сыйлыққа үлгеріңіздер. Тегін сыйлықты алу үшін, или болмаса осы курсты жеңілдікпенен, 50% жеңілдікпенен, или болмаса алдыңғы 10 адамның орнына кіру үшін, менің жеке тренингіме тегін алу үшін сіздерді күтеміз. Осы WhatsApp-қа шығыңыздар, хабарласыңыздар. Біз сіздерді күтеміз. Бізбен бірге болыңыздар, дамыңыздар, бай болыңыздар. Үйде отырып карантинда ақшасыз, табыссыз, жұмыссыз отырмай табыс табыңыздар. Айына жоқ дегенде миллион теңгелік табыс табуға қажетті білімді алыңыздар, жасаңыздар, бай болыңыздар.